Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сырники дайындайтын боламыз. Менің сырникиларым әрдайым дұрыс шықпайтын, осы жолы өте керемет болып шықты. Сіздермен рецебіммен бөліскім келді. Бізге творогымызға 600 грамм қантымызды саламыз. Қанттың орнына мен осындай сахарный пудраны салдым. Ванильный дәмі бар. Және де 4 сарыуыз қосатын боламыз. Жұмыртқаның барлығын қоспаймыз, себебі қазір біздің массамыз өте сұйық және де қолдануға ыңғайсыз болып, ұнды көп қосуға қажет ететін болып кетеді. Сол себепті тек жылтоғын қосатын боламыз. Ұнды кішкене 50-70 граммдай етіп қосып, барлығын жақсылап қолымызбен осылай езіп дайындап алатын боламыз. Ешқандай блендермен қолданбаймыз. Қолымызбен езген жақсы біркелкі масса болып шығады. Және де мен весыймен әр қайсысын 45 граммнан бөліп дайындап алдым. Сізде весый болмаса, көз мөлшерімен дайындасаңыз да болады. Барлығын бірдей етіп дайындаған әдемі болып шығады. Және де осылай кішкене ұнды сеуіп, оны осылай әр қайсысын осылай ұнға шамалы аунатып, одан кейін стаканмен осылай домалатып дайындайтын боламыз. Бұл ең оңай жолы деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін менің сырниктарым дұрыс шықпайтын, қандай рецептпен жасасам да бір дұрыс пропорциясын таба алмай жүргенмін. Осы жолы маған өте қатты ұнады. Бір жасағаннан осындай керемет болып шықты. Және де піскен кезде де шикі емес, ұны көп емес, барлығының мөлшері прям сәйкес болып, керемет болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай жолы деп ойлаймын жасалу жолының. Және де таңғы асқа жасауға кеңес етемін. Мен осылай барлығын дайындап, қатырып дайындап қойдым. Және де ертеңіне таңғы асқа жасадым. Өте керемет болып шығады. Завтракқа жасасаңыздар өте ыңғайлы әрі тез жасалатын завтрак болып табылады. Және де достар, менің каналымда бұдан да басқа түрлі рецепттердің түрлері бар, мастер-класстардың, тәтті тағамдардың қызықты рецепттер өте көп. Каналыма кіріп қарасаңыздар болады. Рецепттерге лайк басып, қазақ тілді каналды қолдап қоюыңызға болады. Және де ертеңіне осылай табаға кішкене сұйық майымызды құйып, пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде табаның бетін жауып пісірген жақсы, іші толықтай пісуі үшін крышкамен жауып пісіретін боламыз. Және де оттың астын кішкене басып қоя пісіреміз, орташа отта пісіретін боламыз. Мінекей сырниктеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі рецепттерде кездескенше.